Көп адамдар өзгергісі келеді. Өзінің ішіндегі мазалап жүрген сұрақтарына жауап тапқысы келеді. Сөйте жүре психологқа барады. Неше түрлі психологтардың алдынан өтеді. Өзгеріс жоқ. Терапия өтеді. Өзгеріс жоқ. Ретриттерге барады. Өзгеріс жоқ. Неге? Себебі сен іздеп жүрген шындық ол жақта жоқ. Сыртқа шығып сен настолько баурап алған соншалықты, сен ол жақтан өзіңнің шындық деп іздеп жүргеніңді таба алмайсың. Жаныңда жай таптыратын нәрсе таба алмайсың. Қанша жерде мықты профессор болсын, алдыңда сенің 24 сағат қасында құшақтап жатсаң да өзіңнің жан тыныштығыңды бере алмайды ол адам. Себебі адамның шын тыныштығы осы сәтте. Өзіңмен қалған, тыныштықта қалған сәтіңде, ішіңнен келетін тыныштықты естіген сәтте, сенің шындығың саған айқайламайды, саған көптеген текстер айтпайды. Ол сен жан дүниеңе сездіреді. Сен оны сөзсіз ұғасың, сезінесің, түсінесің. Жауап осы екен ғой деп, сол кезде сенің ішіңнен от жанады. Жүрегіңнің алай-дүлей соғысы тоқтайтындай бір рахат күйге ене бастайды. Сол сәтке ену үшін адамның бүкіл вниманиясы сыртта болмау керек. Барлық вниманиясы өзінде болу керек. Мен не ойлап отырмын? Мен не айтып отырмын? Мені қандай сұрақтар мазалайды? Менің өмірім неге осындай? Деген сияқты сұрақтар қоя берсеңіз, сол сәтте тыныштықта отырып өзіңізбен өзіңіз, сол сұрақ сізге важно болатын болса, сол сәтте сізге жауап келетін болады. Адам бақытты сырттан іздеген кезде қатты адасады дегенім осы. Ешкім сізге бақытты әкеп бере алмайды. Өйткені бақытты өткінші нәрсе. Адам да бұл өмірге келеді. Өмірде өткінші нәрсе. Келеді, кетеді. Сол сияқты, егерде сіз бақытты іздесеңіз, өте қатты адасасыз. Бақыт ол сіздің қасыңызға келіп отыратын дүние емес, тұрақталып қалатын дүние емес. Ол сіз жаныңыз ол сәттен бақыт алғыңыз келсе, өзіңізбен өзіңіз тыныштықта отырған кездегі ол сезімді, ол бақытты ешкім бере алмайды сізге. Ауыр, қиын, нәпсі бар, эго бар, отырғызбайды. Бірақ жаймен үйретсеңіз, өз өзіңіздің идеальный версияңызбен кездесетін боласыз. Нағыз бақыттың дәмін сол кезде тартасыз.